осы үшінші кезеңнің соңғы жұбы Ақжол Түменбай, Қызылорда облысы, Бауыржан Шиермедин, Батыс Қазақстан облысы. Бұл екі ақынымызға да өте қуат керек, күш керек. Себебі біреуі соңғы финалға шығайын деп тұр. Қанеке, сәттілік ақындар. Мен қазір 25 жастамын. 25 жыл бұрын ғаламның жап-жарық аспанын, анамның ең жылы құшаққа басқанын сезгенмін. Сезімді, сөзімді іңгәлап айтудан бастадым. Сен мені кешірші Тәңірім, бұл менің өмірім, бұл сенің дүние жарығың, сәбиде періште жүрегім, фәниде пенделік қалыбым, ең алғаш Құдайды емес мен анамды таныдым. Жүрегім атқақтап, бесікте бұлғындым, еңбектеп көрем деп даланың қызығын, еңбектеп далаға ұмтылдым. Сол дала көзіне құм құяр қомағай құлқымның, мен деген бағыда, сорыда, 5 батпан шіркінмін. 300 ай, 25 жыл көрдім. Өмірге өкпелеп, Құдайға қол жайып үлгердім. Періште ойларын оқыдым, жың қаққан түндердің. Сүйдім ғой, сол сүйген жүрегім, қолында кетті екен кімдердің. Адамның бақыты, адамның әттеңі өмір ғой, ал өмір өлімнің алдында тәттеді. Көзіме көрсетші жанымды, жалғанның ақиқат сәттері, тек қана Тәңірдің тәпсірі жазылған, маңдайым жазымыш дәптері. Құрсақтан құндаққа келгелі, қолдарым күнәқар, көңілім құсалы шерледі. Адамдар аяйды, аяса мүсіркер ең кемі. Тыңдашы, кеудемді дұғамның көбірі, кешірші Тәңірім сен мені. Ана туралы әңгіменің бастадың ғой. Тағдырдың суығына ұрынасың, қай жанның құшағына тығыласың. Үйге барып шай іш, анаңменен жылынасың. Жұрт көзінше қаттысың, темір дейсің, неге жылап, өкіріп егілмейсің, себебі өмір сынбайсың, берілмейсің. Үйге барып шай іш, анаңменен жеңілдейсің. Пендеміз ғой, ал пенде есіреді, қателесіп бағынан кешігеді. Үйге барып шай іш, анаңменен кешіреді. Жанарыңды жылауға дайындама. Оңынан туады әл айың жаңа. Үйге барып шай іш, анаңменен уайымдама. Тілдеме Бауыржан тіршілігімді, күндеме мәнін ғұмырдың. Сезеді Құдай құлшылығыңды, сезбесе неге жығылдың. Жұттың ба жұпар тылсым деміңді, барсың ғой, барсың, тірісің. Естейді Құдай күрсінгеніңді, айқайлай берме құрысын. Шыр еткен шақтан шапағат берді, жөнің жоқ еді алаңдар. Мөп мөлдір таза махаббат берді, былғады оны адамдар. Ар намыс берді, арпалыс берді, талауда талай қалғанмын. Жеңдіріп мұңға арқа күштерді, жағасын алдым жалғанның. Жүзі мақтаса, мұңы тілдейді, тағдырдан кінә көрмесен, күдік сейілер, үміт өлмейді, өлімнен бұрын өлмесен. Шуақ түспейді көңілге кектен, ит қана туған үруге. Ақың жоқ сенің өмірде кеткен, қақың бар бірақ сүруге. Жаныңмен сүйші жұмыр ғаламды, кім үшін, бірақ кім үшін. Естейді Құдай сыбырлағанды, айқайлай берме құрысын. Неге айқайлай беретінді айтайын. Қараса жел, ауада салқындаған, қаздар ұшып барады қаңқылдаған. Соларменен бір көшіп кетер мекен, мына жүрегім қан тулаған. Көк аспанға қарадым күн ұзаққа, құстар кетіп барады жыл жаққа. Көктемден неге қайтып келеді олар, сағыныш деген сондай ұлы зат па? Сағынуға бар шығар заңды қақы, аспаннан қоштасудың жауды хаты. Кернейді көкті мұңлы мелодия, сағыныш шығар осы әннің аты. О досым, илейік уықталдай,
Жаныма жүрсің неге жуық қонбай, туған жердің ыстық пен суығына тек сен ғана көнесің. Суық торғай, айналып ауылымды ұшқан сәулем, қанатың мен жанымды құшсаң сәбден, туған жерін еш қашан тастамайтын суық торғай болар ем, құс болсам мен. Шарасыздың күйін кешсем, дәл бұлай, панасызбын демеседім, бар Құдай. Өгейлігі әлсін жылатып, туғандай көрел маған тағдырай. Шарпып өткен шақалақ нұр шалам мұң, тауқыметтен тоз болған бала күн. Қайда маған басқалардай тәтті өмір, қайда менің қасіретсіз ғаламым. Ғазиз бастан мұң аунайды не түрлі, ғаріп қайғы қаратпайды бетімді. Кедейліктің тұзын сорған тағдырда, өгейліктің өші кеткен секілді. Бесік құмыр тербелмесе сірәді, кешіп түңіл тірегіңді сұрама. Туғанынан қаймығады бір әке, туғанына қайғырады бір ана. Қанатына іліп алып құс қайғы, құдайыма алып неге ұшпайды. Қарттар үйі жетім жанар, жесір мұң, мейірімсіз ғаламшарға ұқсайды. Тудыдағы көкке керді ай төсін, шаруаға шалқаяды, әй несін, тастан ауыр тағдырларға тәңірім тас төбеден тас атқылап қайтесің. Қабырғамды қашытқанда құсамың, өксіп, өзімді өзім тұсадым. Мешіттердің ауласынан іздеймін мейірімді адамдардың құшағын. Ауылды? Қаланы қопардың да шайқадың да, бірақ бақыт таппадың, байқадың ба? Бақыт деген қалаға барған жоқ қой. Бақытты болғың келсе, қайт ауылға. Бақытты біреу едің, жалпы адамның артығын табам деп арқаландың. Сен қалаға кеткенде бақыт деген қасында қалған еді қарт анаңның. Бақыт қалған ауылда, саман үйде, қалған ол сол әуелгі бала күйде. Бақытыңды іздесең ауылға кел, бақыт деген ауылда бар. Әрине, я бақыт қалаға бармай қалған. Ауылды бақыт қия алмай қалған, ал сен оны қаладан іздедің ғой. Қарашы, өмірі деген қандай жалған. Сағынсаң келсеңші енді кел ауылға. Бұл жерде өсемін бе, толамын ба? Көлігіңді көрсету үшін келме. Сағынсаң келсеңші енді кел ауылға. Бір жола келмесең де, келсеңші тынуға, дем алуға. Таста да жұмысыңды, сауығыңды, келіп бір қуансаңшы ауылыңды. Көлігіңді көрсету үшін келме. Көру үшін кел елді, бауырыңды, сені ауыл күтеді аласыға. Келе жатқан шығарсың, шамасында қолыңда бір кәмпитің артық болса алып кел. Ауылыңның баласына қаладан үй салсаң да хан қасына, ауылыңның үйіндей бар мәсірі. Бір шегең артық болса ойланбастан әкеліп қақ ауылдың ауласына. Ауыл солай биікте қалу керек, сол ауылға ерінбей бару керек. Адамның кіндік қаны тамған жерге маңдайының теріде таму керек. Қадырын туған жердің сеніп білсе, елге қарай өзіңді еліктерші. Ештеңе бермесең де ауылыңа сәлем беріп кетуге келіп тұршы. Бәрекелді. Ауылға барғанда тумадым, туылмадым, жаратылдым. Тас түнегін қақ жарып қара түннің. Жетім қозы сияқты желін іздеп, қарайғанға жүгіріп баратынмын. Ағарғаннан ақ еді бала көңіл, жан апамның қайғысы қара қоңыр. Қарайғанға жүгіртіп қаршадайдан Құдай жаққа жетелеп барады өмір. Мен не жаздым Құдайға, несін алдым. Ес білгелі қол жайып есіме алдым. Адалдығын итімнің көрген күні, адамдардың иттігін кешір алдым. Жолдас болдым жақсы мен жаманмен де, араластым адалмен, араммен де. Тыртығы бар маңдайым жарқырайды, қабірі мен қоғамы қараң келді. Жақсы көрдім, жек көрдім, қателестім. Қайыры бар демейді қатен ешкім. Жүрегіңде жылт еткен сәуле болса қолыңды бер, мен саған жат емеспін. Достың көбі өліспей беріскенер,
Бақытымның бұрауы теріс келер, өзегімнен тепкенде өгей ғұмыр маңдайымнан сипады періштелер. Толғандырмас рухымды әридай түк, әридаймен келмейді фәни қайтып. Бір-екі рет ажалдың уысынан сытылып шығып кеттім кәлим айтып. Ауылға барған сайын қой бағамын, оңаша қой бағамын. Әкем неге ішуін қоймағанын шылым шегіп отырып ойланам. Жымпитыға менің ауылыма бір күні қара Камри келіп тоқтады. Ауылға келген Ақжол болды ғой. Аяна айтып болып дала қалды, жаңа таң бастағандай жаңадан күй. Жанармай бекетіне ауылыма таң бозында тоқтады қара Камри. Қарагер шегіп келген тыныш сапар, еппенен еніп кірді қуыс қатар. Жігіт түсті көліктен, содан кейін қарт түсті қариялы күміс сақал. Түсті де қариялды терең бір дем, қырды күн бояп жатыр шебер нұрмен, саяқтар өттіргеден салып ұрып үрікті олар. Неден, кімнен? Шіркін сол жылқыларды қусаң келіп, кеуден ақсамалға тұрсаң керіп, деп қария күрсініп жол жаннан алып шықты. 4-5 түп жусан теріп. Искеді, қайта мейірғанбай, жанарына қарттың жас құйылғандай. Қария Маңғыстауда тұрады екен, жусанды көріп жылау қиын қандай. Қане бала құрт ана сасығыңды, баста ұртып келтірді ашуымды дегені сол. Көліктің қош иісі қоқыстың шелегіне жасырынды. Келгендеймін өзімнің әлеміме, жасыл дала, көк дала, әне міне нағыз иіс осы ғой. Шал жусанды лақтырды Камридің панеліне. Егіз ғой табиғатпен шіркін адам, даламның заңы болған ұлтыма заң. Ақтауға бара жатыр қара Камри, ішінде жусан иісі бұрқыраған. Рахмет, ақындар. Жаңа осы жиынның бастауында бір кісі сұрап еді, дуэль деген не деп. Дуэль деген осы міне. Бейбіт заманның дуэлі. Қос ақынымызға құрмет болсын, құрметті ағайындар. Екі ақынның біреуі қазір соңғы финалға өтеді. Ол финалда анау тұрған күміс қаламға талас болады. Сондықтан қазылардан шын өтінеміз, шын жүріп келесі кезеңге өтсін. Бұл дуэлді бастаған Ақжол Түменбай, Қызылорда облысы. 3 дауыспен финалға Ақжол Түменбай өтті. Қол алысып пышақтасып қойыңыздар. Шынымен де екеуі де мықты, бүкіл ел мойындап тұр, халық көріп тұр. Қазыларға алқасы бірден финал